10 сынып 546 есеп Горнер схемасын қолданып мынау көп мүшені келесі көп мүшесіне бөлінетін көрсетіңдер дейді. Яғни бізде бірінші көп мүше берілген, жақшаларды ашып өрнектерді ықшамдаймыз. Ол үшін еске түсіре кетейік, бізде бірінші тұрған x квадратты мына жердегі әр қайсысы мүшесіне көбейтеміз. Одан кейін екіншісін 4x-ті барлығына көбейтіп шығамыз жеке-жеке, одан кейін 3-ті жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Ал кеттік. X квадратты бірінші x квадратқа көбейтетін болсам, x-тің 4-ші дәрежесі, x квадратты 12x-қа көбейтетін болсам, 12x куб, x квадратты 35-ке көбейтетін болсам, плюс 35x квадрат болады. Сосын 4x-ті x квадратқа көбейтетін болсам, 4x куб болады. 4x-ті 12x-қа көбейтетін болсам, плюс 48x квадрат болады. 4x-ті 35-ке көбейтетін болсам, плюс 0 түсіп, x ойда 12 140 болады. Дұрыс па? 0 түсіп, ойда 12 14 жақсы. Одан кейін 3-ті x-қа көбейтемін. X квадратқа плюс 3x квадрат қосу 3-ке 12-ні көбейтемін. Плюс 36x бар, қосамыз, 3-ті 35-ке көбейтетін болсақ, 5, 9, ойдағымен 10, яғни 105 болады екен. Тең. Енді мен сразу астына жаза берейін. Ықшамдаймыз, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X-тің 4-ші дәрежесі менде біреу ғана, өзін жазып қоямын. X-тің 3-ші дәрежесі менде біреу, екеу екен. 12-ке 4-ті қосатын болсам, 16x куб. Одан кейін x квадраттарды біріктіремін. Біреу, екеу, үшеу екен. 35-ке 48-ді қосамын. Қанша болады? Бірінші қосып ала салайын. 3-ке 35-ті қосатын болсам, 38, 38-ге 48-ді қосатын болсам, 70, 86. Плюс 86. Ода x квадрат болады, x квадрат. Одан кейін 4-ші дәреже, 3-ші дәреже, 2-ші дәреже кетті. Енді x 140x-қа қосамын 36x-ті. 176x плюс 176x қосу 105. Бағана мен ашқаннан кейін 15 қалып кетіпті, мына жерде 15 бар. Тең. Плюс 15. Тең. 15-ті қоспаппын ғой мен, 15-ті 105-ке көбейтемін, 120 болады. Тең. Енді Горнер схемасы бойынша бізде егер x плюс 2 болатын болса, біз сының мәнін минус 2 деп аламыз, Горнер схемасын. Сызып аламыз. С тең минус 2. Сонда мен А0, яғни бас коэффициентін, А1-ді, А2, А3 және А4-ті, яғни бос мүшесін жазып аламын. А0 менде 1, алдындағы коэффициент бір жазылмайды. Одан кейін А1 16-ға тең. 4-ші мүшесі, 4-ші дәреже, 3-ші дәреже, 2-ші дәреженің алдындағы сандарды жазамыз. 86, одан кейін 176, одан кейін 120. Бос мүше. Енді бізде мынандай нәрсе бар еді. В0 тең А0-ге. Бас коэффициентке. Бас коэффициент бізде 1-ге тең. Енді В0, В1, В2, В3, В4. В1-ді табу үшін минус 2 мен 1-ді көбейтем, минус 2. Минус 2-ке 16-ны қосамын. Сонда 14 болады. Мынау минустан, мынау плюстан ғой, екеуін қосқан кезде азайтылады. 14-ті минус 2-ке көбейтемін, минус 28 болады. Минус 28, 86. Қосқан кезде, демек, 86-тан 28-ді алып тастаймын. Неше болады? 28-ді алатын болсам, 8, 58 болады. Дұрыс па? Одан кейін 58-ді мен 2-ге көбейтем, минус 2-ге көбейтем. 116 болады да.
Ал сол минус 116 болғандықтан 176-ны 176-дан 116-ны азайтамын. Сонда 0 и 6 болады менде. Енді 60-ты минус 2-ке көбейтетін болсам, минус 120, минус 120-ға 120-ны қосатын болсам, екеуінің таңбасы екі түрлі, бір-бірінен азайтылады да 0-ге тең болып қалады. Яғни бізде қалдық жоқ, 0-ге тең деген сөз. Ал енді x плюс 6 деп тұр. Демек, біз с-ның мәнін не деп аламыз? С тең минус 6 деп. Так, енді А0 бас коэффициенті, А1-ді, А2-ні, А3-ті және А4-ті мен жазып аламын. Коэффициенттерін жазамын. Дәл мынау бірінші кестедегі көшірген 16, 86, 176, 120. Енді В0 А0-ге тең, яғни 1-ге тең. 1-ді минус 6-ға көбейтем, минус 6. Оған 16-ны қосатын болсам, плюс 10 болады. Яғни азайтылып кетті, я. Енді В2-ні табу үшін минус 6-ға көбейтемін 10-ды, минус 60 болады. Минус 60-ға 86-ны қосатын болсам, 26 болады. Енді В3-ті табу үшін 26-ны минус 6-ға көбейтемін. 26-ны минус 6-ға көбейтетін болсам, минус 156 болады. Оған 76-ны қосатын болсам, сонда 20 болады. Енді 20-ны минус 6-ға көбейтетін болсам, минус 120 болады. 120-ны минус 120-ға 120-ны қосатын болсақ, 0 болады. Минус пен плюс бір-бірінен азайтылып кетеді, 0 болады. Сонда қалдық 0 болады. Демек, бізде ешқандай қалдық жоқ. Мына бастапқы берілген көп мүшеміз екінші x плюс 2, x плюс 6 көп мүшесіне бөлінеді екен.